Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау сыбыс мына Мұрат Нұртілеу, жағы Гаджиев, тағы басқалар мына КМБ басшыларын арестке алды деген әңгіме шындық болған сияқты. Ол мені қуантып жатыр. Нақ дейсіз ба, мен уже ойлағам, мынау намысы жоқ мына билікте отырғандар. Ешкімнің ешқандай мынау халықты, мемлекетті ойлап жатқан жоқ деп. Нақ дейсіздер, кім, қайдағы бір Гаджиев, Шодиевтер бізді билік жасап жатыр. Ресей немнелердің жағы ішіндегі смотрящийлер бізге билік жасап жатыр. Мынау Гаджиев дейді, мынау өңкей Қытайдан келетқан таможняны беріп қойған. Баяғыда болатын Назарбаев жаман болса да әйтеуір аты қазақ деп бар еді намысын. Енді бұл қайдағы бір Гаджиев жаңағы күйеу бола деп бір алып келді біреуді. Сол ол масқара 10 емес $100 миллиард кетіп жатыр. Мысалы, даже бізге сол тек қана мынау таможнядан түсетін ақшаның өзімен Қазақстанға бұлай тұруға болады. Эмираттан да жақсы тұратын едік. Мына мұнайда, алтында, басқасында, газда еш нәрсесі керек емес, сол ақшаның өзімен бұлай тұратын едік. Түсіндіңіз ба? Сол біреу жаңа қайдағы бір Ресейдің біреусінің қалтасына кетіп жатыр. Соны енді баяғы білесіздер, мынау біздің нағыз азамат, нағыз патриот Айдос Садықовты өлтірген жағы екі қаншық, сонда да жағы арестке алды дейді. Ол оңбағандарды. Сонда да жағы енді қазір дәлелі жоқ, енді Мұрат Нұртілеумен жағы Гаджиев заказ берген дейді. Түсіндіңіз ба? Сол Гаджиевтің ақшасы. Енді біздің ақша ғой, бүйтіп қарасаңыздар. Соның бәрін жағы жасаған деп. Енді бұлар айдағы біреу қаңғырып келген біреулер Қазақстанды, қазақ халқымен бізді кедей қылып, бағаларын көтеріп, байлығымызды тонап, жаңа Шодиев бар, Гаджиев бар, соларын жаңа айтқан істеп, биліктер барлығы сөйтіп істеп жүрген. Енді мынау өтірік 10 жүзді депутаттарды әшейін майда жүзді өтірік жағы не қылады, нағыз осындай проблемаға көз салмай. Соның бәрі расқа келтіріп жатқан сияқты. Енді мынау осындай, енді жәнде кеудесіне жаны бар азамат болса, мысалы мен болсам, бірақ әр күнде 3 күнде бәрін арестке жасау керек. 3 күнде барлығын сыпырып отыру керек. Қазақстан жоқ болып баратыр, білесіздер ғой. Бюджет жоқ деп, ақша жоқ деп, халық қазір ашет қан сыйып отыр. Өңкей аренда, өңкей жағы немне тамақтың тұру қандай, айлық 80 мың. Өз ойлаңыздар, Европадан бағалар көтеріліп кеткен. Кім жан-жақты бір немнелер қаңғырып келген біреулер тонап жатыр Қазақстанды. Соны енді бүйтіп қарасаңыз, енді мына жерде баяғыда мынау 34 жылдан бері неғып келе жатқан осы Назарбаевтың жағы системасы, Назарбаев несі. Мұрат Нұртілеу дейтін кім ол? Ол кім ол? Қайдағы министр иностранных дел? Ол қайдағы бір жағы халықты ойлайтын болса, ол басқасы істейтін еді ғой. Ол айтты, жағы смотрящийлерді әр жерге қойып қойды, халықты тонап жатыр, әртүрлі жан-жақтан жағы кеп, енді Мұрат Нұртілеу деп сондай немне бар, жағы Қасым-Жомарт Тоқаевтың орны болады деп, соны орны қалдырып кетеді. Ол қайдағы біреулер, сонда біз не болғанбыз, біз жоқ болып кеттік бұл. Ол ана тілін құртып баратыр, жағы байлығымызда әркімдер жағы цхайлар, киімдер, лямдар, мямдар, алысқа бармай қойға Алматыдағы орталық базарында да еге цхай дейді. Мына жақтадағы не қылып жатқан, нақ цхай, ондайлар жақсы көрдің. Нақ десең, олар билікке таласпайды. Сол үшін мынау қара ниетті Назарбаев баяғыда сөйтіп не қылған. Секретный советник деді, бүйтті, сөйтті. Енді мына жердегі мынау, енді кішіне мынау рас болғандай сияқты деп келтіріп жатыр. Енді ол рас болса тек қана қуаныш немне. Осының арқасында бір қазақ елі, қазақ халық бір нәрсе соны пайдаланып, сөйтіп сұрап па, мынау билік ауыссын ба, мынау жағы реформа жасасын, мынау үстіндегі отырған жемқорлардың бәрін құртсын. Барлығы жемқор болғанда масқара жемқор. Уже нағыз жағы орысша айтқандай самый действенный закон. Түсіндіңіз ба? Бір-бірін жағы қорғап, прокурор сотты қорғайды, сот прокурорды қорғайды, полиция КНБ шіріп кеткен біліп отырсыздар. Ол ФСБ-ні айтқан істейді. Сол үшін енді бүйтіп мынау хабар рас болған сияқты, енді күтейік, енді не болатынын, мынау енді үлкен өзгеріске Алла тағала алып келемі мүмкін.
мынау нақ десеңіз, әйтпесе біз Ресейдің біз губерниямыз, бүйтіп қарасаңыз. Бәрін біз уже жаңағы Өзбекстан жағы шодиып азаматтар, мынау Цхай, Ким, Лям, Мямдер дегенін олардың айтқан істеп отыр билік. Бүйтіп қарасаңыздар. Сол үшін мынау күтейік не болатын, қалай ойлайсыздар деп пікіріңден жазыңдар. Мынау баяғыда мынау бұрынғы Серік Ахметов па немене болған, Қарағандының жігіті, сол министр обороны болып істеп жүргенде арестке алды. Нағып арестке алды. Мен ол кісіні сыйлаймын. Нақ десеңіз, ол мүмкін жаңағы бір переворот жасайын деді ма, неғылым жасайын деді ма, айтса коррупция дейді. Коррупция деген любой әкімнің артын шұқылап жүрші, миллиардтаған айында доллар ұрлап атқанын байқайсың. Ал бейнема Серік Ахметов ішінде ойлаған, бұлар біледі кім не ойлап атқан. Сөйтіп Серік Ахметовті сөйтіп арестке алды. Ол менің пікірім. Сондай болса ма деп, мен нағыз жігіт екен деп сол кісіні неғып жүргем. Еш болмаса бір қазақтың ішінде жаны бар ау деп. Енді міне жерде мынау шығып жатыр, енді рас болып отырып па, енді жаны бар, мынау немнесі бар, адам намысы бар, ұлт намысы бар, мемлекетті қорғайық, мемлекетіміз жаңағы көтерілсін, бәрімен бірдей болсын, коррупционерлік құртайық деген адамдар жоқ па десем, мүмкін ішіндегі бар шығар. Мына ішіндегі кландарын араласқан, кландармен жаңағы бір-бірімен соғысып жатқан белгілі ғой. Бірақ енді мынау Гаджиев дегендер, мынау басқалар дегендер бізді тонатқызып жатыр. Біздің тонаған байлығымызды жаңағы билікте отырған, жаңағы үстінде отырған оңбаған бәлелерге, қарабеттерге бөлісіп береді, бір 10%-ті 5, сөйтіп ашық тонап жатыр. Өзіміз қазағымыздан оны қазақ қаңғырып жүр, үйсіз күйсіз аш. Европа, Корея қаңғырып жүр, күн көрі табамай. Бізде болса мынау жаңағы қалаларды қарасаң, Алматыдан Өзбекстан азаматтары оның жұмыстарын бәрін қара жұмыс істеп жүр. Біздің қарапайым, даже мынау қазір автобусты да Ресей азаматтарды айдап жүр уже. Түсіндіңіз ба? Өзбекстанның азаматтарымен байқаған. Түсіндіңіз ба? Қайда бір чиновниктер үйін қарауылдап жүрген Өзбекстан азаматтар. Чиновник үйін 400 мыңға қарауылдайын дейді. Түсіндіңіз ба? Смена. Сонда өзіміз қазағымызға сенбей. Сонда не болғанбыз? Біз нағыз ең астына уже енді бұдан бұлай арғы уже біз әшейін бейтіп орысша айтқанда формальный мемлекет болып отырмыз. Соны енді мына жерде өздерің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Қалай мынау? Енді кім мынау мен кім болса да мынау жаңағы арест жасаған адамдарды, мынау бірсыпыра адамдар кланы болса да, сонда да мен оларға риза болып отырмын. Әлі намысы бар, сәл болса да ішіндегі адамдар бар екен деп мүмкін. Бірақ оның бәрі клан, артында адамдар тұр. Сол үшін енді қазақ елі мына жерде 1-2 күнде біз тағы басқа жаңалықтарға естиміз. Жақсы, рахмет.